Қазақ ютубындағы кез келген жастағы көрермендерге арналған видеолар. Баука Плей. Роберт Кийосаки. Бай әке, кедей әке. Бұл кітап бай болу үшін көп ақша табу керек деген шындыққа жанаспайтын пікірлерді жояды. Және сіз ақша үшін жұмыс істегеніңіз бен ақша сіз үшін жұмыс істегенінің айырмашылығын түсіндіреді. Балалық шағымыздан бізге жүктелген үмітті ақтамау және қоғам қолдамауынан қорқу бізге бай болуға кедергі жасайды. Мектепке бар, жақсы оқы және жақсы жұмыс тап. Баяғыда ескіріп кеткен сценарий болса да, біз әлі күнге дейін оны қайталап келе жатырмыз. Бұл сценарийде сіз оқуды бітіре салысымен үлкен компанияға жұмысқа орналасасыз. Онда сіз ондаған жылдар бойы жұмыс істейсіз. Одан кейін жақсы зейнетке шығасыз. Бірақ бүгін бұл сценарий сізді қаржылық қиындықтардан немесе тіпті кедейліктен қорғай алмайды. Шындығына келгенде сіз жақсы оқып, үлкен компанияға орналасуыңыз мүмкін, бірақ сіз қанша тырыссаңыз да сіздің қаржылық жағдайыңыз жақсармайды, себебі сіз басқа біреуге жұмыс істеп жүрсіз. Келесі инсайттардан сіздер мына сұрақтарға жауап аласыздар. Бірінші, неге жоғары жалақы сізді бай қыла алмайды? Екінші, неге сіздің пәтеріңіз бір жағдайда актив, ал екінші жағдайда пассив ретінде қарастырылады? Үшінші, неге активтар мен пассивтардың айырмашылығын түсіну соншалықты маңызды? Бірінші инсайт. Қаржылық сауатсыздық, қорқыныш пен ашкөздікпен бірге қаржылық әл-ауқатты нашарлататын иррационалдық шешімдер қабылдауға мәжбүрлейді. Ақшаға келгенде барлық байлар мен кедейлер екі түрлі сезім сезінеді: ашкөздік және қорқыныш. Егер сізде ақша болса, сіз сол ақшаға сатып алуға болатын заттар жайында ойлап бастайсыз. Ал егер ақша болмаса, сіз осылай мәңгі болуы мүмкін деп уайымдайсыз. Мысалы, сіз жаңа лауазымға тағайындалып, айлығыңыз көбейді. Егер адам қаржылық сауатсыз болса, оның эмоциялары жеңіп кетуі мүмкін. Акцияларға инвестиция жасау ұзақ мерзімді перспективада сіздің қаржылық әл-ауқатыңызды жақсартатынына қарамастан, ақшадан айырылып қалу қорқынышының күштілігі сонша, ол сізге инвестиция жасауға мүмкіндік бермейді. Дәл осы уақытта ашкөздік сіздің жоғары жалақыңызды жаңа автокөлік сатып алуға немесе жаңа киім, телефон алуға ынталандыратын болады. Бұндай вариант акция сатып алуға қарағанда шынайы әрі түсінікті ақша құрту болып көрінеді. Бірақ көлікке ақша көбірек кетеді. Бензин, көліктің қосалқы бөлшектері, жөндеу, салық пен сақтандыру туралы айтпай-ақ қояйын. Бұның бәрі сіздің көтерілген жалақыңызды жоқ қылады. Сіз тіпті жалақыңыз көтерілгенін сезбей де қаласыз. Осылайша қорқыныш пен ашкөздік қаржылық сауаттылығы жоқ адамдарға бай болуға кедергі болады. Қалай бұл эмоцияларға қарсы тұруға болады? Оңай. Сіз өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды арттыруыңыз керек. Екінші инсайт. Қаржылық сауаттылық. Бұл өзгермелі экономиканың қазіргі әлемдегі өмірлік қажеттілігі. Бірақ бұл біліммен біз өзімізді өзіміз қамтамасыз етуіміз керек. Көптеген адамдар бай болу үшін өте талантты әрі ақылды болу керек деп ойлайды. Бірақ шындығына келгенде әлемде ақылды әрі талантты адамдар өте көп, бірақ олардың көпшілігі бай емес. Тіпті кедей. Оларға тек бір нәрсе жетіспейді: қаржылық сауаттылық. Оны автор интеллекттің қаржылық коэффициенті деп атайды. Өкінішке орай біз бұндай білімсіз өстік. Біздің мектеп жүйесінде адамға қажетті өте көп пайдалы тақырыптарға сабақтар беріледі, бірақ қаржылық сауаттылық олардың қатарында жоқ. Балаларға инвестициялар мен жинақтың не екенін үйретпейді. Сондықтан олар өскенде күрделі пайыздардың не екенін білмейді. Біз өмір сүріп жатқан қоғамда қаржылық білім өте нашар, сондықтан әркім өзі түсініп алуы керек. Үшінші инсайт. Қаржылық жағдайыңызды мұқият бағалаңыз. Шынайы мақсаттарды қойып, қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз. Мұның бәрі сіздің байлығыңыздың өсуі үшін арналған құрылыс заттары. Сіз бай өмірге бірінші қадамды өміріңіздің кез келген шағында жасай аласыз. Бірақ егер сіздің қадамыңыз 20 жаста жасалса, сіздің бай болуға мүмкіншілігіңіз 50-дегі адамға қарағанда көбірек болады. Жасыңыз қаншада болса да қазіргі қаржылық жағдайыңызды бағалаудан бастаған дұрыс. Мақсаттар қою керек. Тек осыдан кейін қаржылық сауаттылығыңызды дамыту керек. Біріншіден, қазіргі қаржылық жағдайыңызға адал көзқараспен қараңыз. Қандай нақты кірісіңіз қазір бар және болашақта қандай нақты кіріс алуға үміттенесіз? Қандай шығындар сіздің қалтаңызға ауыр емес және қандай шығын ауыр? Екіншіден, жағдайыңызды бағалап біткен соң нақты қаржылық мақсаттар қойыңыз.
келесі қадам сіздің қаржылық интеллектіңіздің коэффициентін арттыру болады. Бұны өзіңіздің ақылыңызға жасалған инвестиция ретінде қарастырыңыз. Бір өте жақсы тәсіл бар. Ақша тауып жатқан нәрсеге емес, үйреніп жатқан нәрсеге жұмыс істеңіз. Кітап оқыңыздар, вебинарлар мен семинарларға қатысыңыз. Бұның бәрі сіздің бай болуға мүмкіндіктеріңізді көбейтеді. 4-ші инсайт. Үлкен кірістерді тек тәуекел жасап үйрену арқылы ғана табуға болады. Ақымақтық бұл қайта-қайта бір нәрсені істеп, әртүрлі нәтиже күту. Альберт Эйнштейн. Сондықтан егер сіз өзіңіздің қазіргі қаржылық жағдайыңызды өзгерткіңіз келсе, өзіңіздің қаржыңызды басқаша басқарып бастау керек. Ең үлкен өзгеріс тәуекел жасап үйрену. Барлық қаржылық табысты адамдар тәуекел жасап үйренген. Осылайша олар өз нәтижелеріне жеткен. Олар тәуекелді басқарады. Олар қауіптен қорықпайды. Ақшаңызды акциялар мен облигацияларға инвестиция жасап көріңіз. Олар банктің депозиттеріне қарағанда қауіптірек болғанымен, олардан көбірек пайда түседі. Бірақ пайда қаншалықты көп болса, соншалықты ақшаңыздан айырылу қаупі де көп болады. Сондықтан бұл істе өте мұқият болу керек. Егер сен біз әлсіз дейтіндердің ішінен болсан, өмір сені итерген сайын сен әр жолы берілесің. Егер сен өз өмірінде бәрін дұрыс жасасан, өзіңді жағымсыз жағдайлардан сақтасан және ешқашан болмайтын ғажайыптарды күтсең, онда сен әлсіз екенсің. Онда сен ақымақ шал болып өлесің. Сені жақсы жұмыс істейтін адам болғанын үшін ғана шынайы жақсы көретін достарың көп болады. Өмір бойы сен бәрін дұрыс жасайсың, бірақ шындық мынау. Өмірдің қапқанына сен өзіңді жаулап алуға мүмкіндік бересің. Сен тәуекел туралы бір ойдың өзінен қорқасың. Сен жеңгің келеді, бірақ жеңілістің қорқынышы жеңістің қуанышынан артық. Жан тереңінде сен және тек сен ешқашан жеңіске ұмтылмағаныңды білесің. Сен тәуекел етпеуді таңдадың. Роберт Кийосаки. 5-ші инсайт. Байлыққа жету уақытты талап етеді. Сондықтан сіз осы жолда мотивацияны сақтауыңыз өте маңызды. Расымен де сіздің қаржылық мақсаттарыңызға жету үшін төзімділік қажет. Мысалы, сіздің сатып алған акцияларыңыздың құны бір күнде бірден құлап кетуі мүмкін. Бұндай жағдайдан кейін көптеген адамдар екінші қайтып аяқтарына нық тұра алмай қалады, ал сіз тұруға міндеттісіз. Мотивацияны ұзақ уақыт сақтауға арналған тәсілдер бар. Мысалы, бір парақ алып, соған 10 өзіңіздің жасағыңыз келмейтін іс пен 10 жасағыңыз келетін істі жазып шығыңыз. Бұл тізім қиын сәттерде сіздің не үшін бай болуыңыз керек екенін еске салуға арналған. Сіз берілген сәтте ғана кедей боласыз. Ең маңыздысы, сіз бір нәрсе жасадыңыз. Көп адамдар құр сөйлеп бай болу туралы армандайды, ал сіз әрекет еттіңіз. Жарайсыз, берілмеңіз. Роберт Кийосаки. 6-шы инсайт. Тек сіздің қалтаңызға ақша салатын активтерге инвестиция жасаңыз, және оларды сол жерден алатын пассивтерден аулақ болыңыз. Егер сіз бай болғыңыз келсе, актив пен пассивтің айырмашылығын білгеніңіз абзал. Түсінікті тілмен айтқанда, актив сіздің қалтаңызға ақша салады, ал пассив сіздің қалтаңыздан ақша алады. Көп адамдар актив пен пассивті шатастырады. Мысалы, жалға берілетін пәтерді сатып алу актив ретінде қарастырылады, ал егер сіз пәтерді ипотекаға алсаңыз, ол пассив деп есептеледі. Бұл әлемдегі ең үлкен пассив. Біріншіден, сіз өзіңізге 100% кепілденген ай сайын төленетін шығын мойныңызға ілесіз. Бұл келесі 360 ай бойы жалғасатын шығын. Екіншіден, осы 360 төлемді сіз активтер сатып алуға құртуыңызға болатын еді. 7-ші инсайт. Есіңізде болсын, сіздің кәсібіңіз бұл сіздің ай сайынғы шығыныңызды жабуға арналған. Сізді тек бизнесіңіз ғана бай етеді. Мысалы, аспаз алайық. Оның жұмысы оның бір айлық шығындарын оп-оңай жапқанына қарамастан ол бай емес. Сондықтан ол өз бизнесіне инвестиция жасайды. Ол ақша жинап шағын пәтер алады және оны жалға береді. Одан түсетін ақшамен қоса ол өз айлығынан ай сайын белгілі бір соманы келесі пәтерді алуға жинайды. Осылайша бірнеше жылдың ішінде оның бизнесі оның бір айлық жалақысынан көп ақша оның қалтасына салып отырады. Енді ол жұмыс істемей-ақ жақсы өмір сүре алады. Кітаптың негізгі идеясы. Біз мектепте қаржылық білім алмайтындықтан, біз осы білімді өз бетімізше алуымыз керек.
Егер сіздің қаржылық интеллектіңіздің коэффициенті жоғары болса, сіз бай және қаржылық тәуелсіз бола аласыз. Сіздің ақыл ойыңыз сізді табысқа әкеледі. Өйткені тек сіздің ақылыңыз кез келген қаржылық ахуалдағы ең маңызды актив болып табылады. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арнамызға тіркеліңіздер, инстаграмда аккаунтыма тіркеліңіздер және осы видеоның астына бай деген комментарий жазыңыздар. Сонда мен сіздің осы видеоның аяғына дейін көргеніңізді түсінетін боламын. Келесі видеода көріскенше. Don't you know that I'm a star boy? Look what you done. Don't you know that I'm a star boy? Don't you know that I'm a star boy?